Сәлем достар. Аянат, бүгін саған бірнеше логикалық сұрақтар қоямын. Жауап беруге дайынсың ба? Иә. Ал бастайық. Әйгерімнің әкесінде 3 қызы бар. Гүлсая, Жансая және Әйгерімнің әкесінде 3 қызы бар. Гүлсая, Жансая және Әйгерім ғой. Әйгерім, дұрыс. Сен Әйгерім деп айттың ба? Мен естімей қалыптым. Дұрыс. Ол саған тиесілі, бірақ адамдар оны сенен жиі қолданады. Аянат. Аянат. Беру. Аянат. Мама. Аянат. Сенің атың емес па? Аянат деп. Сенің атың ғой. Сеніңкі ол, сенің атың, е? Сеніңкі, бірақ басқа айналадыңдағы адамдар көбірек айтады. Аянат, аянат деп, е? Түсінің ба енді? Ары қарай кеттік, Аянат. Келесі сұрақ. Бір бұқа 5 литр сүт беретін болса, 5 бұқа қанша литр сүт береді? Бұқа. Бұқа сүт бермейді. Дұрыс. Келесі сұрақ. Жабық көзбен нені көруге болады? Көзіміз жұмып тұрған кезде жабық көзбен нені көре аламыз біз? Ұйықтайын, түс көре аламыз. Дұрыс, ұйықтағанда түс көреміз, е? Келесі сұрақ. Тауық өзің құспын деп айта ала ма? Жоқ. Жоқ. Тауық өйткені сөйлей алмайды, е? Келесі. Жаңбыр кезінде кімнің шашы суланбайды? Тақырбас адам. Дұрыс. Сиыр неге жерге жатады? Отырамайды. Өйткені ол отыра алмайды. Дұрыс. Аянат, термометр 15 градусты көрсетіп тұр. Дәл осындай 2 термометр неше градусты көрсетеді? Білесің ғой термометр? Ауаның салқын, ыстық екенін. 15. Дұрыс. Аянат, егер тырнаның салмағы 3 килограмм, ол бір аяғымен тұрса неше килограмм болады? 3 килограмм. Дұрыс. Аянат, бір жұмыртқа 3 минутта піссе, 4 жұмыртқа қанша минутта піседі? 3 минутта. 3 минутта, дұрыс. Аянат, 1 килограмм мақта ауыр ма, 1 килограмм темір ауыр ма? Екеуі де бір. Екеуі? Бір. Бірдей тең, е? Аянат, Ержан таңертең терезеге қарап тұрып, анашым, далаға жаңбыр жауыпты деді. Түнде жаңбыр жауыпты деді. Ол түнде ұйықтап жатқан еді. Ол қалай білді далада түнде жаңбыр жауған? Жаңбыр жауғанда жерде лужалар қалады. Жер су болғаннан білді. Дұрыс.